қолым қатып қалды видео түсірейін деп. Жалпы не үшін біз қыста осылай қалтыраймыз, мына түсінікті бірінші білу керек. Біз шынымен идеально жаратылғанбыз. Әрбір адам, әрбір организм өте идеально жаратылған, бүкіл мына сыртқы әлемге бейімделу үшін. Ол қалай? Қараңыздар, не үшін қалтыраймыз, Адам тоңып тұрған кезде сыртқы температура өте төмен. Ал біздің ағзамыздың температурасы 36-та 6, 36-та 7, нормада. Қараңыздар, біздің ағзамыз сол суыққа бейімделу үшін қалтырайды. Ол қалай, біздің қалауымызсыз былай дірілдейміз біздер. Не үшін олай? Біздің қалтыраған кезімізде бұлшықеттер өздері жұмыс жасайды. Өздері жұмыс жасаған кезде ол жерде энергия, жылу энергиясы бөлінеді. Жылу энергиясы сол жердің температурасын сақтауға, сыртқы температураның ішке қарай организмнің ішіне өтіп кетпеуіне ықпал жасайды. Көрдіңіздер ме? Бұл біздің санамызға бағынбайды,